Арыстандар үшін 2023 жылға арналған жұлдыз жорамал. Арыстандар үшін 2023 жыл шиеленісті болады, бірақ қызықты жыл болады деп уәде етеді. Сіз өміріңіздің қалған бөлігіне әсер ететін маңызды шешімдер қабылдауыңыз керек. Арыстанға арналған 2023 жылғы жұлдыз жорамал жыл қиындықтарға толы болатынын көрсетеді. Оны сіз жарқындықпен жеңе аласыз. 2023 жылы Арыстанды не күтіп тұр? Арыстанның басқа белгілерінен айырмашылығы Қоян жылы қиындықтарға толы болады. Қоян шынымен Арыстанды жақсы көрмейді. Сондықтан сізді жылдың бақытты адамдары деп атауға болмайды. Дегенмен, астрологтар сіздің тағдырыңызға түскен барлық сынақтарды асқыну арқылы жеңуге болатынын ескертеді. Жылдың ерекшелігі сіз одан сайын күшейесіз. Шамадан тыс сілкіністер болжанбайды. Бірақ сіз өз позицияңызды үнемі қорғап, беделіңізді нығайтуға тура келетініне дайын болыңыз. Нәтижесінде сіз қоғамдағы позицияңызды нығайтасыз және айтарлықтай биіктерге жетесіз. Бірақ сізге шыдамдылық қажет. Бұл сіздің ең күшті жағыңыз емес. Осыған қарамастан, болжамдарға сәйкес жыл мансаптық даму және ерлі-зайыптылардың үйлесімді қарым-қатынастарын құру үшін сәтті болады. Жұмыс мәселелерінде сіз көп жұмыс істеуге тура келеді, бірақ нәтиже оған тұрарлық. Сүйіспеншілік қарым-қатынасында жыл өте сәтті болады. Жарқырайсың, таң қалдырасың, назар аударасың, оны қолданбау күнә. Сіз үшін жылдың негізгі аспектілері жылдың алғашқы 3 айындағы бұзылулар, күмәнданулар, кенеттен пайда болатын шағын тапсырмалармен айналысуға тура келетін шешімсіздік, мамырдан қазанға дейін мансап мәселелерін өзекті ету. Энергия жетіспеушілігі мен сіз демалу және назар аудару арқылы дәлелденген жолмен күресуіңіз керек. Қалған сынақтар мен сіз барлық қолдарыңызбен тамаша жеңесіз. Ерлерге арналған жылы жорамал. Қоян жылы Венера басқарады. Арыстан үшін 2023 жылғы жылы жорамал отбасылық мәселелерге назар аударуды ұсынады. Сіз қоғамда жарқырап үйрендіңіз, ал үйде пассивті контентке айналасыз. Бірақ мұндай схема 2023 жылы жұмыс істемейді. Сіздің отбасыңыздағы беделіңіз шабуылға ұшырайды. Сондықтан сіз табандылық пен көшбасшылық қасиеттерді көрсетуіңіз керек. Сізге жақын адамдар үшін жұмыс қарым-қатынастары отбасындағы шиеленістің артуына байланысты артта қалуы мүмкін. Астрологтар өз орнында тұруды ұсынады, бірақ жақын адамдарының пікірін тыңдап, кейбір мәселелерде жеңілдіктер жасайды. Тәкаппарлығыңызды азайтып, алға қарай жүріңіз. Содан кейін барлық өткір бұрыштар тегістеледі және сіз қайтадан үстел басында сезінесіз. Өз қалауларыңызға назар аударасыз ба? Жалпы бұзылысқа қарамастан жылдың алғашқы 3-тен 1 бөлігінде сіз кейбір жоспарлауды жасай аласыз. Жоспарларыңызды сәуір айының басында жүзеге асыруға кірісуге болады. Сонда бәрі міндетті түрде орындалады. Ақшаға абай болыңыз, әсіресе жылдың бірінші жартысында. Сіз өзіңізді қандай да бір жолмен емдегіңіз келетіні сөзсіз, бірақ артық шығындардан аулақ болыңыз. Әйелдерге арналған жылы жорамал. Әйелдің арыстанына арналған 2023 жылғы жылды жорамал тек сіз жыртқыш және сатып алушы ғана емес, сонымен қатар күрделі психикалық ұйымы бар адам екеніңізді есте сақтауды ұсынады. Астрологтар жақын әріптестеріңізбен және достарыңызбен қарым-қатынасыңызды қайта қарап, жеке тұлғаңызға назар аударуды ұсынады. Осы жылы басқалардан жақсы екеніңізді дәлелдеудің қажет жоқ, өйткені оны айналадағылар қазірдің өзінде сезінуде. Дегенмен, бұзылудың салдарынан сіз өзіңізді сенімсіз сезінуіңіз мүмкін. Бұл біреуге бірдеңе дәлелдеу үшін сізге көбірек жауапкершілік пен міндеттемелер алуға мәжбүр етеді. Есіңізде болсын, сіздің беделіңіз әрқашан сізде. Оны ештеңе
шайқамайды. Сондықтан демалыңыз және көп нәрсені қабылдамаңыз. Жұмыстан кеш тұрмасаң, дүние тоқтамайды. Шамамен сәуірден мамырға дейін энергияның көтерілуі күтілуде және бұл кезең жаңа жоспарлар мен идеяларды жүзеге асыру үшін қолайлы. Астрологтар өз күшіңізді шығармашылықта сынап көруді ұсынады. Бұл қажетсіз күйзелісті жеңілдетеді және сіздің толғаңызды екінші жағынан ашады. Махаббат болжамы. Қоян жылы сіздің жеке өміріңізде елеулі із қалдыруға уәде береді. Немесе сіз басқалардың назарын аударасыз, бірақ әрқашан жақсы жолмен емес. Рас, қарама-қарсы жыныс сізге магнит сияқты тартылады. Жаңа адамдарға айналаңызға мұқият қараңыз. Сіздің жан жарыңыз олардың арасында жасырынып жатыр. Ұзақ уақыт бойы байыпты қарым-қатынаста болғандар үшін астрологтар өздеріне көбірек жауапкершілікпен қарауды ұсынады. Осы жылы үйлену немесе балалы болу сияқты маңызды шешімдер қабылдауға болады. Қоян жылында жасалған некелер күшті және сенімді болуға уәде береді. Бірақ сіз отбасы ретінде өз билігін қорғауыңыз керек пе? Бір сәтте сіздің көшбасшылық ұстанымыңыз шайқалуы мүмкін. Мұның бәрі сіз энергияны екінші жартысымен байланысты нығайтуға емес, жұмыс мәселелеріне жұмсағаныңыз үшін. Мұнда сіз аздап баяулауыңыз керек. Мінездің беріктігін көрсетуіңіз керек. Бірақ серіктестің сезіміне әдептілікпен назар аударуды ұмытпаңыз. Жалпы махаббат саласында ұсақ түйек қиындықтарға және туындаған мәселелерге қарамастан бәрі жақсы болады. Отбасындағы кішігірім кикілжіңнің өзі қарым-қатынасты күшейтеді. Сіз екінші жартыңызбен жақындасып, отбасыңыздың үлкен қолдауын сезінесіз. Қаржылық жорамал. Ақша арыстандар үшін 2023 жылдың ең ауыр тақырыбы. Табыстың кенеттен ұлғаюы болжанады, бірақ көп жұмыс жүктемесі мен энергияның жоғалуына байланысты сіз ысырапшыл бола аласыз. Астрологтар қомақты ақшамен қоштасар алдында мұқият ойлануды ескертеді. Өзіңізді еркелетуге деген ұмтылыс бір күнде бүкіл жалақыңызды азайтқанда эпикалық пропорцияларға жетуі мүмкін. Сақ болыңыз және импульстарыңызды бақылаңыз. Мамырдың ортасынан бастап қаржы ағыны айтарлықтай артады. Ал содан кейін сіз көбірек төлей аласыз. Жыл жинақтары көбейту үшін қолайлы. Жақсы нұсқа инвестициялау және қосымша жинақ шотын ашу болады. Жаздың соңына дейін ірі көлемдегі сатып алулардан бас тартыңыз. Әйтпесе, ақшаңызды дұрыс пайдаланбауыңыз мүмкін. 2023 жылы арыстанның мансабын не күтіп тұр? Жұмыс мәселесі жаздың басында ең өткір болады. Бұл кезеңде сіздің беделіңіз шайқалып, оны бар күшіңізбен нығайтуға тура келуі ықтимал. Дегенмен, мұнда бәрі жақсы жолмен аяқталады. Қарсыластар сіздің ақыл ойыңыз бен тапқырлығыңыз арқылы сәтті жеңіледі және сіз жоғарылауыңыз мүмкін. Астрологтар қосымша дағдыларды меңгеріп, біліктілікті арттыруды ұсынады. Қандай да бір көлемді жобаны басқару тамаша шешім болар еді. Осылайша сіз өзіңіздің көшбасшылық қасиеттеріңізді тағы бір рет көрсетіп, беделіңізді одан әрі күшейтесіз. Қосымша табыс көздерін іздеңіз. Жыл хоббиіңізді монетизациялау және пассивті кіріс туралы ойлау үшін қолайлы. 2023 жылы денсаулық гороскопы өміршеңдікті сақтауды назар аударыңыз. Эмоцияларды уақытында тастаңыз, сезімді өзіңізге қалдырмаңыз, әйтпесе меланхолия мен депрессияға айналатын созылмалы стресс болуы мүмкін. Ауыр стресстің фонында созылмалы аурулардың өршуі мүмкін. Сондықтан бұл жағдаймен күресуді үйреніңіз. Жаяу серуендеу және спортпен айналысу стрессті жеңілдетудің тамаша тәсілі. Астрологтар биыл табиғатта көбірек уақыт өткізуді ұсынады.